Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауықтың етін қаймақты соуста дайындайтын боламыз. Өте нәзік, дәмді болып шығатын тағамдардың бірі. Бұрын-соңды дайындап көрмесеңіздер, міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Ол үшін осындай тауықтың төс етін немесе жон етін видеода көрсетілгендей үлкенірек бөліктерге бөліп турап шығасыздар. Мендегі бұл үйдің үндігінің төс еті. Міне барлығын осылай турап алғаннан кейін табамызды газға қоямыз да 3 ас қасық сұйық майымызды және 1 ас қасық сары майымызды саламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауықтың төс етін салып қуырамыз. Егер де сары май жоқ болса, сұйық майда ғана жасай беруге болады. Не біздің осы тауық еті қуырылғанша біз 1 бас пиязымызды осылай майдалап турап аламыз. Және де достар, комментарийға алдағы уақытта қандай рецепттермен бөлісуімді қалайсыздар, соны жасап отырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жасайтын боламын. Және де осындай 1 тісше сарымсағымызды да майдалап турап дайындап аламыз. Осылай қызарып қуырылып тұрған тауық еттерінің үстіне сарымсағымыз бен пиязымызды салып, қызарғанша 3-4 минут аралығында тағы да қуырып алатын боламыз. Кейін дәміне қарай қара бұрыш, тұзымызды қосып, тағы да араластырып қуырамыз. Енді үстінен 20%-лық осындай қаймағымызды салып араластырамыз. Үстінен 150 граммдай ұнымызды құямыз да араластырып, осылай қатты қайнағаннан кейін бетін жауып, баяу отта 15-20 минут аралығында бұқтыратын боламыз. Енді осы кезде біз күрішін дайындаймыз. 2 кесе күрішке мен осылай жуып, тазалап дайындап алдым. Осыны енді қазір осындай кастрюльда қуыратын боламыз. Кастрюльдің ішінде менде сұйық май құйылып тұр. 2 ас қасық осыған жуып, тазалап дайындап алған 2 кесе күрішімізді саламыз да осылай араластырып тұрамыз. Астына қатып қалуы мүмкін, сондықтан барынша осылай араластырып тұрыңыздар. Астына кішкене ақ налет дейді, сонда пайдалы бола бастаған кезде үстінен қайнап тұрған ыстық су құйыңыздар. 2,5 кесе ыстық су құясыздар. Енді сіздер өздеріңіз байқап тұрыңыздар, сіздердің күрішіңіздің үстінен 1-2 сантиметрге су асып тұруы қажет. Осылай араластырып алып, үстінен дәміне қарай тұзын саламыз. Енді қатты қайнағаннан кейін бетін жауып, піскенше бұқтыратын боламыз. Тауық еті бізде дайын болды. Қалауыңызша үстінен укроп, аскөк сепсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Үйде бар заттармен өте тез дайындалады. Міне біздің күрішіміз де дайын болып шықты. Күріш осылай пісіп шыққаннан кейін кішкене беті жабық күйінде 5 минут ұстаңыздар. Мен бірден ашып араластырып жіберуге болмайды. Күріштеріңіз бір-біріне жабыспай шашылып, әдемі болып пісіп шығатын болады. Енді осы күрішті кез келген формаға салып, мен осындай кесеге салып форма жасап алдым. Және үстінен тауық етін салып ұсынасыздар. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота, назарларыңызға көп-көп рахмет.